бүгінгі күн өте күшті болды. Мен сол кезде қатты қуандым. Аллаға мың шүкір. Ассаламу алейкум. Ал, қоныс құтты болсын. Иә, қайырлы берекелі болсын. Мінекей сізге. Ой, айналайын, қалай? Жақсымын. Апа сізге. Ой, тамашамды. Алланың жақсылығы жаусын. Ал енді апай, мына қоныс құтты болсын. Бұл енді қазақтың пейілі тарылмасын. Біз сол өткендегі уәдеміз құрғақ сөз болмасын деп, береке қорыменен бірлесіп, бүгін мінекей сіздерге сәтті күні келіп отырмыз. Оның үстіне енді қандастар қазіргі уақытта қай-қайсысы болсын жәрдемге мұқтаж. Әсіресе шеттен келген қандастарға тіптен кейде үйіп төгіп бермесең де халін сұрап, солардың бір құжатының бітуіне, қабағының жадырап жүруіне жағдай жасау әрбір жергілікті азаматтың міндеті. Мінекей бүгін уәде еткеніміздей бірінші шаңырақты Ырысгүл қарындасымызды алып кеп мінекей осы үйге орналастырып, орналасқанына көзімізді жеткізіп жатырмыз. Алғысым шексіз сіздерге. Бақыттымын, сіздердей бауырым бар, осы қарайласып, қамқор болып, ойлануға келмейтін шараларды жасап жассыздар. Аллаға мың шүкір. Інім мен мамам үшеуміз бақытты болсақ деймін. Бүгін анам ұйқыдан оянғанында, анасы маған бізге үй берді деді. Мен сол кезде қатты қуандым. Осындай әдемі үйге келдік. Ағаларымыз аман болсын. Құрметті көрермендер, біз алдағы түсірілімдерімізде айтқанымыздай, шеттен келген қандастарымыздың әлеуметтік мәселелерінің оңынан шешілуіне біз де үлесімізді қоссақ деп қарайлас деген хештегпенен Алаш жұртына сауын айтқан болатынбыз. Соның алғашқы іс-шарасы ретінде сөзіміз іске айналсын деп бүгін Ырысгүл қарындасымызды мына құтты қонысына әкеліп кіргізіп отырмыз. Көктемнің алғашқы күндерінде жарқырап жақсы ғұмырының бастауы болсын деп. Сіздер егер бұл жағдайдан хабарсыз болған болсаңыздар, YouTube каналындағы Тәлім Тренд арнамызға тіркеліп, соны ақтарып қарасаңыздар, өткенде ғана Ырысгүл қарындасымызға зиярат етіп, бала-шағасымен танысып, жағдайын көріп қайтқан болатынбыз. Мінекей енді бүгін сол жақсылықтың жалғасқанына куә болып отырмыз. Әлі де Алаш жұртын осы қарайлас деген бір айтулы ұранменен қандастарымызға қарайласуға шақырамыз. Себебі қандастарымыздың қабағы салыңқы болмай, көкірегі мұңға толмай қуанса, ол баршамыздың қуанышымыз. Әсіресе аналар жыламасыншы. Себебі аналар жыласа, еркектің еңсесі биік болмайды. Ана қуанып жүрсе, еркектің қоғамда көтерген жүгінің салмағы жеңілдей түседі. Сондықтан аналарымыздың қабағы ашық боп, ұл-қыздарыменен құтты, қайырлы, берекелі ғұмыр кешуіне әр қазақтың баласы үлес қосайық.